Жолыңызды ашатын, ризық несібіңізді молайтатын және өміріңізге береке енгізетін ол нендей амал. Бүгін осы жайында тақырып қозғайтын боламыз және менің басты мақсатым ұлы құлшылықтың бірі осы истихфардың қарапайым жеңіл тілде түсіндіріп, оның біздің өмірімізге қаншалықты маңызды екендігін және біз ол нәрсеге қаншалықты мұқтаж екендігімізді түсіндіріп бергім келеді. Ол нәрсе оңай арасында және көп адамдар оның қандай өмірімізге пайдасын алып келетіндігін білмей жатады да, мен соны жеткізгім келеді, максимум жеткізгім келеді. Сондықтан бисмиллах деп бастайық, ниетімізді жаңылаймыз. Менің ең басты ниетім осы Аллах разылығы үшін және Аллах берген аудиторияға барынша максимум пайдалы ақпараттарды бере алу қолынан келгенше. Истихфар бұл тақырыпты мен ұзақ уақыттан бері айтқым келіп жүр. Себебі расында өзімнің өмірімді де өте өзгертті. Көптеген жолдарды ашатын, ризық несібеңді көбейтетін, шынымен де сенің уақытыңның да берекесі кіреді, үйдегі береке, жұмысыңдағы береке, барлық өзі я фаттах, Аллах тағала жолдарды ашушы ғой. Осы бір истихфарды қолға алған кезде өзіңіз Алла қаласа өміріңіздегі бір өзгерісті, сол атмосфераны Алла қаласа байқайтын боласыз. Енді біз ең бірінші мына нәрседен бастайық. Истихфар деген не жалпы? Истихфар ол Аллахтан кешірім сұрау. Аллахтан кешірім сұрау көбіне банально естілуі мүмкін, бірақ ол олай емес. Сіз соңына дейін қараңызшы, қаншалықты керемет ақпарат екенін және оның маңызын түсінетін боласыз. Егер де Алла тағала сізді осында алып келіп отырса, осы видеоны қаратқызып отыратын болса, осы сөздерді естіртіп отыратын болса, онда ол ешқалай да бекер емес. Осыны түсініңіз. Алла сізді өзі осы жерге алып келіп тұр. Сізді естісін деп тұр. Осыны қолданшы, я құлым. Осы бір амалды қолданшы, одан кейін мен саған осыны беремін деген сияқты Алла барлық нәрсені себептермен жаратқан. Көп адам қателеседі. Алладан тек қана күнәһар адамдар кешірім сұрауы керек. Күнә жасасаң ғана кешірім сұрайсың деген сияқты. Біз барлығымыз жер бетіндегі адам бәрі періште емес. Ешкім идеальный емес, ешкім күнәсіз емес. Бәріміз күнәмен жүрген адамдармыз да. Бірақ осы кешірім сұраған сайын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі, ойлаңызшы, адамзаттың асылы, адамзаттың ең мінсіз адамы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі не істеген? Кешірім сұраған. Хадистерде келетін бойынша пайғамбарымыз айтқан екен, ол кісі, білесіздер, ол кісіні Алла тағала жәннатпен сүйіншілеген. Ол пәк адам да, бірақ ол кісінің өзі хадистер бойынша 70-тен аса күніне не істеген? Кешірім сұраған. Ал ол адамның жанында біздің жағдайымыз өте қиын. Ол кісінің өзі күніне 70-тен аса, яғни 100-ге жуық, кейбір хадисте келетіндей 100-ге жуық кешірім сұраған. Жәннатпен сүйіншіленген ең адамдардың мінсіз адамы осылай 100 рет кешірім сұраса, біздердің кешірім сұрау әдетіміз одан да өте көп болу керек. Оны өзімізде түсініп отырмыз. Енді истихфар менен тәубе деген ұғым бар. Осы нәрсенің мағынасын ажыратып алайық. Тәубе дегеніміз көп адамдар шатастырып жатады, екеуі бір ұғым деген сияқты. Жоқ, негізі екеуі бір емес. Тәубе ол белгілі бір күнәні өзіңіз алып Аллахтан кешірім сұрайсыз. Кешірім сұрайсыз да, және оны қайталамауға, енді ол күнәдан алшақ болуға, енді сіз басқа жолда болатыныңызға Аллахқа уәде бересіз. Яғни Аллахпен шынайы бетпе-бет келу. Я Раббым, мен мойындаймын, тәубе деген ұғым, мен мойындаймын, осында күнә жасадым, білместікпен жасадым, Аллахым мені кешір. Я Аллахым, енді ол күнәні мен жасамауға уәде беремін. Мен тәубе еттім, шын жүрекпен тәубе еттім деп, ол күнәні жасамауға уәде беру. Екінші истихфар дегеніміз, ол Аллахтан кешірім сұрау. Белгілі бір күнәң үшін ол кешірім сұрау. Жүрекпенен кешірім сұрауыңыз. Ол истихфар деп аталады. Негізі бір күнәні жасап жүргенді біліп, истихфар етіп, қайта-қайта одан кешірім сұрап, бірақ ары қарай ол күнәдан алыстамайтын болсаң, ол да ауыр. Барынша күнәдан алыстап, истихфарды барынша айтып, одан кейін тәубе еткендеріңіз, негізі жалпы бәріміз осылай жасағанымыз абзал болады. Енді күнәнің салдары қандай? Неге истихфар маңызды? Себебі қараңыздар, адам баласы күнде таңертең тұрасыз, қарапайым тіршілік. Сіз өзіңіз білместе, қай жерде, қай сәтте сіз күнә жасадыңыз, сіз оны білмейсіз. Неге дұғалар бар? Аллахым, білмей жасаған күнәларымды менің кешірші деп сұраймыз ғой біздер. Неге білмей? Себебі расында сен тілмен бір адамды ренжітіп қою мүмкін. Ол күнә ма? Ол күнә. Өйткені біреудің көңіл ақысына кірдің.
сен байқамай ауыр сөйлеп қойдың, дауысыңды көтеріп қойдың, біреудің көңіл күйін бұзып жіберуі мүмкін. Сен сондай бір өте қарапайым кішкентай бір амалдардың өздері сенің күнәлі болуыңа алып келуі мүмкін да. Яғни біз өзіміз байқамай қаламыз. Сен шүкірді айтпай, керісінше өміріңде көп шағым айтуың мүмкін. Ол күнә ма? Ол күнә болып кетуі мүмкін. Сол үшін адам баласы, сізде, менде бәрі біліп білмей күнәларды күніге жасап жатырмыз. Күніге. Және осы күнәлардың, кішкентай болсын, үлкен болсын, осы күнәлардың салдары біздің өмірімізге өте ауыр сынақтар, жолымыздың жабылуы, ризық несібеміздің азаюы, қандай да бір өзіміз қалаған дұғалардың қабыл болмауына не істейді? Алып келеді екен. Өте бір керемет дұға бар, мен сонымен сіздермен бөліскім келіп тұр. Я Аллахым дейді. Я Аллахым, менің бір мұқтаждығымның қабыл болуына кедергі болып тұрған күнәмді кешірші. Қайталап айтам, менің дұғамның қабыл болуына кедергі болып тұрған күнәмді кешірші деген дұға бар. Өте әдемі дұға. Менің Стамбулда оқып жүргендегі сондай бір инсайт болған. Сондай дұғаны естіген кезде мен денем түршігіп кетті да, расында тағы да мен көзім жетті. Біздің жасап жүрген күнделікті күнәларымыз, сондай біліп жасаған амалдарымыз қаншалықты біздің дұғамызға да кері әсерін тигізеді. Басқа әңгімелерді айтпай тұрып. Сол үшін басыңызда осындай бір сынақтар болатын болса, жолыңыздың ашылғанын қаласаңыздың барлығы болады ғой, адам бір берекелі, нұрлы адамдар болады ғой, сондай болғыңыз келсе, өтінем, истиғфарды қолға алыңызшы. Бұған дәлел мынандай бір аят бар да, Аллах тағала айтады екен да, пендемде бір жақсылық болатын болса, ол менен дейді. Ал жамандық болатын болса, ол өзінен дейді. Яғни ол не мағына? Адам өзінің қолымен өз-өзіне зұлымдық жасайды. Өз-өзіне күнделікті зұлымдық жасайды. Тілмен, күнәмен, парыздарын білмеуден, білімсіздіктен, Аллах бұйырған нәрселерді орындамағаннан күнделікті біз ақыретіміз үшін өзімізге кері әсерін тигізіп жатқан тек өзіміз. Бізге дұшпанның қажеті жоқ негізі. Біз өз-өзімізге дұшпан адамдармыз. Егер біз өзімізге жанымыз ашитын болса, егер өзіміздің ақыретімізді ойлайтын адамдар болсақ, біз күніге жақсы игі амалдар жасайтын едік. Тіліміз зікірменен, истиғфарменен, салауатпенен босамайтын еді. Ал қазіргі көпшілік адамдардың тілі неден босамайды? Өсек ғайбат, басқа адамдардың өмірі деген сияқты. Сондықтан әр қашанда есте болу керек та. Осы тұста тағы есіме түскені, бір ұстазымның сол айтқаны бар еді. Бұрынғы адамдарда сахабалар бар, тағы тарихтағы ғұламалар, дін жолындағы, ол кісілердің бастарына бір қандай да бір қайғы қасірет келетін болса, олар бірінші не істеген екен? Олар бірінші, я Аллахым, қандай мен күнә жасап қойдым деп, мен қандай күнә жасадым деп уайымдап, сол үшін кешірім сұрап тәубе етеді екен. Ал қазіргі заманның адамдармен салыстырмалы түрде біз қарайтын болсақ, керісінше адамдар Аллаға претензия айтады екен да, неге мен жолым жабық? Жұрттың бәрі жақсы табыс табады, жұрттың бәрі жолы ашық, неге мен ғана осылай сынақта сынақ басымда? Деген сияқты адамдар керісінше өзінен емес жұрттан кінәні іздеп қана қоймай, Аллаға претензия айтатын да адамдар қазіргі заманда жетерлік. Ойланатын жағдай. Жалпы қоғамда ұғым көп та. Ой, осы психологтар шаршатты, неге бәріне өзімді кінәлаймын деген сияқты. Ал бұл дінімізде адам өз-өзіне есепке алу. Бұл дегеніміз психологиялық сөзбен жеткізім келіп тұр. Түсіндірген кезде сен өзіңді критиковать етіп, өзіңді қинап, жоқ қылып, бичевание состояниесіне кетіру емес бұл жерде. Жоқ, ол мағына емес. Тәубе ету, кешірім сұрау деген өз-өзіңді жоқ қылып, өз-өзіңді жеп тастап, ешкім емеспін деген жаңағыдай. Адам ретінде өзіңді сезінбей қалу емес бұл жерде мәселе. Бұл жердегі мәселе әрқашан адам жаңағыдай бұрынғы сахабалар сияқты, бұрынғы заманның ғалым адамдар сияқты өзіңнен әрқашан мінді іздеп отыру. Мен не істеп қойдым? Я Аллахым, басыма пәлендейді пәлен сынақ келді, қандай күнә жасадым, қандай қателік жасадым, я Раббым, мені кешірші. Я Аллахым, мен онда жасамаймын. Деген сияқты бірінші мойындау. Одан кейін бұл сен және Аллахың, сенің Раббың
екеуіңнің ғана араларыңда болып жатқан бұл диалог, бұл ішкі сырласу, бұл мойындау, бұл кешірім тілеу болғаннан кейін, сен үлкен жеңілдік сезінесің. Өйткені сен күнәңді барып, мен адамдарға күнәңді айтуға болмайды. Анаған барып, мен андай күнә жасадым дегеннен сен өте қатты қиналасың, және сенің жағдайың ауырлайды. Ал сен Раббыңа ғана айтып, Аллахым, кешірші, мен бұрын осындай күнә жасадым, Аллахым, мен енді жасамаймын деген сияқты мойынсыну, мойындау, басыңды салбыратып тұрып, Раббым, мен мойындаймын деп жүрегіңді ашып, жүрегіңді ашқан күйде Аллахқа мойындау болған кезде, және шын жүректен соған өкіну болған кезде, сенде бойыңда жеңілдік қана болмайды, сенің өмірің жеңілдей түседі. Және бұл жерде ары қарай өзіңнің еңсеңді көтеріп, Аллахпен сен тілдестің, Аллахқа тапсырдың, Аллахтан кешірім сұрадың, ары қарай басыңды көтеріп, ары қарай істеріңді жалғастыра бер. Бұл жерде саған өзіңді жеп қойып, өзіңді тауысып, өзіңді критиковать ету деген әңгіме емес. Бұл өте маңызды. Аллах, ойлаңызшы, сізге қандай махаббатпен қарайды. Біз қанша күнә жасап жатсақ та, Аллах Тағала әрдайым бізді кешіреді. Біз соншама күнәһар пенделер болсақ та жер бетінде, жай ғана өзіңізді ойлап көріңізші, анализ жасаңызшы, сыртыңыздан бақылаңызшы. Алла сізге қазірдің өзінде қаншама нығметтер беріп жатыр. Біз идеальный құл болмасақ та, біз құлшылықтарымыз керемет болмай жатса да, Алла Тағала осының өзінде кешірімді көп сұрамасақ та, Алла осының өзінде қанша сізге күн сайын нығметтерді үйіп төгіп беріп жатыр, соны ойлаңызшы. Ал егер сіз одан сайын оламалдарды көбейтетін болсаңыз, сіздің халіңіз, сіздің өміріңіз қандай болмақ, сіз елестетіп көріңізші. Шүкіріңізді арттырсаңыз, истихфарыңызды көбейтсеңіз, Аллахпен ерекше байланыста болатын болсаңыз, сіздің жағдайыңыз одан да гүл болмайды ма? Алла Тағала уәде берген жоқ па? Кешірім сұраңдар, менен кешірім сұраңдар, мен кешірем деді. Және Аллахтың кешірімді есімі, Аллахтың кешірімді екендігі Құранда өте көп айтылған. Өте көп айтылған. Неге? Бұл не мағынаны білдіреді? Бұл дегеніміз Аллахтың кешірімді екендігін, Алла құлдарына қаншалықты кешірімді екендігін білдіреді. Және осындай бір маңызды ұғым барда, көпшілік адам өзінің күнәлары үшін қатты қысылады. Мойындайық, қатты қысылады. Сосын Аллаға қай бетіммен қараймын деген сияқты сезімдері болуы мүмкін. Бірақ мен сіздерге айтар едім, Алла Тағала ешқандай жерде осындай да осындай құлым маған бетін бұрмасын, маған қарай жақындамасын, менен ештеңе сұрамасын деп айтқан жоқ. Алла Тағала ешкімді де бөліп жармайды. Алла Тағала сенің дүниеңе де, сенің сырт келбетіңе де, ештеңе де қарамаймын дейді. Алла Тағала бір кесек етке қараймын дейді. Адамның ішіндегі ол не? Ол жүрек. Сіздің жүрегіңіз қандай болса болды, соған өте қатты мән беріңіз. Адам күнә жасаған сайын жүректе қатаяды, адам қатты болып кетеді. Жүрек қатайғаннан кейін адамның ол жүзіне әсер етеді. Жүзіңізде нұр болмай қалады, көзіңізде нұр болмай қалады. Сондықтан бұл мәселелер өте маңызды. Енді айтқым келгені мынау. Адам баласы өте көп тілмен күнә жасайды. Ол рас. Сіз біреуді айтып қоясыз, өмірін өсектейсіз, тағысын тағы осындай нәрселер жалғаса берген сайын, ол не істейді білесіздер ме? Ол сіздің өзіңіздің жолыңызды жабады. Сіздің сондай бір ғайбат өсек айтқан сайын өзіңіздің жолыңыз ғана жабылып қойып жатқан жоқ бұл өмірдегі. Ақыретіңіз үшін де өте қиын жағдай. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ғайбат дегеніміз дейді, ол адамның, мұсылман бауырының тірілей етін жегенмен тең дейді. Ойлаңызшы, тірілей адамның етін жеп жатқанмен тең біреудің өмірін айту. Ол ғана емес, сіздің Аллах Тағала сізге келе жатқан ризық несібе, жақсылықтың барлығын сіз өз қолыңызбен өзіңіз жауып отырсыз да. Сіз отырасыз да, ана пәленше неге осындай, неге бүйтіп қалыпты ғой, мынау сөйтіп қалыпты ғой. Сондай бір көбінесе отырыстарда, жиындарда сондай әңгімелер болады. Ол дегеніміз, ол адам өзінің ғана емес, өзінің ұрпағына да жаман әсерін тигізіп жатыр. Сен сондай дән егіп жатсың, жаман дән егіп жатсың. Біреудің өмірін айту арқылы сен күнә жинап жатсың. Ертең бумеранг болып, бұл өмірдің сондай заңдылығы, бұл өмір сондай заңдармен құрастырылған, Аллахтың заңдылықтарымен сенің аузыңнан шыққан сөз, сенің істеген күнәң ертең алдыңнан шығады.
ол қандай болып шығуы мүмкін? Осылай сынақ арқылы, қиыншылықтар арқылы, тағысын тағы. Сосын адам отырып жылайды. Неге менің өмірім осындай, неге бұлай? Ал өзінің жасаған амалдарына ол мүлде қарамайды, не өзіне есеп бермейді. Кінәні қайтадан басқалардан іздейді. Әрі қашан мен блогымда айтатындай, хейтерлар болады ғой, мен айтамын ғой, жаным ашып айтамын да, өтініш жазбаңыздаршы. Маған ғана емес, жалпы өміріңізде өсек, ғайбат, біреуді жаман жерін іздеу, біреудің минусын іздеп отыру дегеннен аулақ болыңыздаршы, өтінем деп айтамын да, мен шырылдап өйткені ол маған әсерін тигізбейді, ол жазып отырған адамға әсерін тигізеді да, ол жаман ойды ойлап отырған адамға әсерін тигізеді. Менің ештеңем кетпейді, мысалы. Басқалардың да ештеңесі кетпейді. Қиналатын тек өзіңіз болып қаласыз да. Сол үшін де бүкіл жаңағыдай қазір сынақ болып жатса өміріңізде, тағысын тағы, отырыңыз да Аллахтан кешірім сұраңызшы, шексіз түрде. Аллахым кешірші, мені кешірші, мен өте көп қателестім. Аллахым, мен білген жоқпын. Аллахым, мен пендемін, мен өмірге бірінші рет келдім, енді ондай қателік жасамаймын. Аллахым, өзіңе жақындататын әрбір дүниеге мені жақындатшы, өзіңнен алшақтататын әрбір дүниеден мені алшақтатшы деп дұға етеміз. Енді қазір жаңағыдай бастапқыда айтқандай, дүние мүлік болсын, өміріңіздің берекесі артуын қаласаңыз, истиғфар етіңіздер дедім, иә, соған дәлел осындай бір аят бар. Худ сүресіндегі аят. Бұл жерде Раббыңнан кешірім сұраңдар, оған тәубе етіңдер, сонда ол сендерді жақсы бір тіршілікпен қамтамасыз етеді дейді. Худ сүресіндегі. Яғни бұл жерде жақсы тіршілікпен қамтамасыз етеді деген аяттың астарында жатқан нәрсе, басқа да бір тағы да аяттар бар. Ол жақта кім мал мүлкінің артқанын қалайтын болса, кім ұрпақ сүйгісі келсе деген нәрсе де бар да. Кім балалы бола алмай жүрген болатын болса, жақындарыңыз болсын, өзіңіз болатын болсаңыз, көбірек истиғфар ету керек, көп кешірім сұрау керек. Бұл Құрандағы келген аят бойынша. Және маған өте қатты ұнайтын хадистің бірі. Сөзбе сөз оқып берем. Кім истиғфарды тұрақты ұстаса, Алла оған әрбір таршылықтан жол ашады дейді да, шығатын жол дейді. Және әрбір уайымнан құтылу және күтпеген жерден ризық береді дейді. Кім истиғфарды тұрақты ұстайтын болса, таршылықтан шығатын жол, әрбір уайымнан құтылу және күтпеген жерден ризық. Осыны жай ғана елестетіп көріңіздер, Алла тағала қандай мейірімді, Алла тағала қандай кеңшілік иесі. Адамдар күнде күнә жасап жатса да, Алла бізге бере бергісі келеді. Ал біз кешірім сұрап, тәубемізге келетін болсақ, біздің жағдайымызды одан да керемет етіп қоймайды ма? Ойлаймын да, Алла тағала пенделердің бәрін сондай жақсы көреді, біз оны сезінбейміз, біз оны білмейміз. Біз осындай бір өмірде осындай қаншама жеңілдік бар екенін білмейміз. Неге? Өйткені оқымаймыз, біз ізденбейміз, біз Аллахқа жақындау туралы да ойламаймыз. Аллаға жақындайтын амалдарды жасамаймыз. Ал осындай кішкене амалдарды жасайтын болсақ, қараңызшы, қандай дүниелер ашылып жатыр да. Өмірде жеңілдететін, сенің халіңді жақсартатын. Қолданайықшы соның барлығын дегім келеді. Енді осындай бір мәселе бар. Истиғфарды қанша рет айту керек деген нәрселер бар да, жалпы. Көптеген ғалымдарымыз, жалпы дініміз айтады, белгілі бір сан жоқ. Санға ол нәрсені байлаудың қажет жоқ. Зікірді, салауатты, кешірім сұрауды деген сияқты белгілі бір санға байлау керек деген мүлде дінде ондай ұғым жоқ. Ең бастысы, ол тілден ғана емес, ол жүректен шығу керек сізде. Шын жүректен, я Аллахым, мен мойындадым осы бір күнәларымды. Мен өз-өзіме зұлымдық жасаушы адаммын деген нәрсе дұға бар да. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деген дұға бар. Я? Бұл Жүсіп пайғамбарымыз, Аллах оған разы болсын, я, осы кісінің өмірінде болған сондай бір қисса бар ғой, я, ол кит оқиғасы, я. Кит жұтып қойған пайғамбар. Сол кісі ол туралы бөлек айту керек сияқты. Яғни Аллахым, сен кешірімдісің, және мен өзіме зұлымдық жасаушылардың бірі болдым, мені кешір деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл жерде қайтып айналып келетін болсақ, адам өз-өзіне зұлымдық жасайды да, сосын сынаққа тап болады да. Ал бұл дұға мойындап тұр да осы нәрсені.
осыдан қайталауға сіздерге өте кеңес беремін. Тіліңізден түспейтін болса, Алла қаласа өте керемет дұғаның бірі, енді оны бөлек айтайын. Сонда осылай мойындаған кезде, я Аллахым, болды мойындадым деген кезде, Алла тағала ол барлығын көріп тұр да, сенің жүрегіңдегіні көріп тұр. Ол сенің әрбір сыбдырың емес, сенің мына ойыңдағын барлығын естіп тұр да, ол біліп тұр да, сенің жүрегіңде қазір не болып жатқандығын ол барлығын естуші, ол әс-сами, ол естуші бәрін, ол барлығын біледі. Ол сіздің миыңызға сыймауы мүмкін, ол қалай біледі, ол мүмкін емес деген сияқты ой болуы мүмкін. Жоқ, ол Аллах бәрін білуші. Сол үшін уайымдамаңыз, Аллах әрқашан сізбен бірге. Енді жаңағы айтқанымдай, ешқандай бір санға байламаймыз, ең басты жүрекпен айтамыз. Я Аллахым, астағфирулла, астағфирулла. Ең жеңілі бар ғой, қиындатпай ақ айтатын болсақ, ең жеңіл истиғфардың бірі астағфирулла. Бір-ақ сөз, астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла. Тәсбихіңізді қолға албаңыз. Таксиде кетіп бара жатсыз ба, бір жерге кетіп бара жатсыз ба, тамақ дайындап жатсыз ба, құдай білмеймін. Барлық жерде астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла. Просто шын жүрекпен Аллахтан кешірім сұрай беріңіз. Я Аллах, мені кешір. Сосын мына мәселе бар, өте маңызды. Мен үшін инсайт болған. Қандай да бір адамдар құлшылық жасайтын болса, жақсылық жасайтын болса, бір дін жолында жалпы жүретін болса, жалпы бір күшті бір нәрсе жасап жүретін болса, не істейді? Сондай менмендікке салынады да, ойлап қалуы мүмкін екен. Бәрін мен жасап жатырмын деп. Бәрін керемет өзі жасап жатқандай сезімде болып қалады екен. Ал бұның истиғфарға не қатысы бар дейсіздер ғой? Мына сіздің тіліңізбен Аллахтан кешірім сұрауыңыздың өзі, истиғфар етуіңіздің өзі, Алла тағала сіздің тіліңізге сол нәрсені салып, Аллах тағала сол кешірімді сұрағаныңызды бұйыртқаны үшін екен. Яғни Аллах сіздің тіліңізге салғаны үшін ғана сіз кешірім сұрай аласыз екен. Мен кешірім сұрап жатырмын, мен сондаймын деген емес. Алла мүмкін, кейбір ғалымдар айтады, Алла тағала сені кешіргісі келгені үшін сенің тіліңе истиғфар айтуды салады дейді. Ал сенің қандай да бір дұғаңды қабыл етуді қалағаны үшін сенің аузыңа дұға етуді салады дейді. Енді ойланатын нәрсе, сондай бір жағдайлар болады, кейде сенің аузыңа өзінен өзі сондай бір зікірлер келеді. Ла хаула ва ла қуввата илля билля. Біресе истиғфар, біресе салауат айтқың келіп тұрады. Неге? Оның барлығы неге? Оның барлығы Аллахтан ғой. Сен соны айтқым келіп айтып жатырмын деп ойлама. Ол Аллах сенің тіліңе де, жүрегіңе де салып тұрған үшін сен соны айтып жатсың деп қабылда. Оған да не істеу керек екен? Я Аллахым, мен кешірім сұрай алып жатқаныма, мен жүрегіме осы нәрсені салғаныңа, мен кешірім сұрап жатқаныма шүкір. Осы нәрсеге менің көзімді ашқаныңа шүкір. Рахмет, мен өте бақыттымын. Осындай бір терең нәрселермен ғана біз расында шұғылдануымыз керек. Осындай терең ұғымды ғана ойлап жүруіміз керек. Біздің ойымыздың бәрі ақырет болу керек та. Мен қандай амал жасадым? Мен кімге зияным тиіп қалды? Кешір. Аллахым, мені кешір. Біреудің ақысына кіріп қойдым ба? Біреудің көңіліне тиіп қойдым ба? Біреудің бір тиынын алып қойдым ба артық? Аллахым, мені кешірші. Мен кімге пайдамды тигізе аламын осы өмірде, айналамда? Қазір қолымнан келген не мен істей аламын деген нәрселермен егер біз шұғылданатын болсақ, болмағыр өсек, трецтағы әркімнің өмірін аңду, біреудің мінін іздеп шұқыланып отыру, тиктокта сағаттап таңнан кешке шейін отыру, немесе отырып алып барлық бәрін жинап алып біреудің өмірін талқылау деген нәрсе болмағыр сенің не мына өміріңе, ақыретіңе пайдасын тигізбейтін, керісінше зиянын алып келетін істермен адам шұғылданбайтын еді, егер ойланатын адам болатын болса. Ал осы видеоны көріп отырған болсаңыз, енді сіз білесіз. Мүмкін бұрын білсеңіз де, мүмкін есіңізден шықты. Алла тағала тағы да істеп жатыр, сіздің есіңізге салып жатыр, белгі ретінде оны қабылдауымыз керек екен. Енді тағы да келесі, жалпы истиғфар қай уақытта айту керек деген сияқты мәселе бар ғой енді. Бұл жерде көп адам біле бермейтін тақырып бар. Истиғфарды қай уақытта айту керек? Ол қай уақытта көбірек қабыл болады? Шын жүрекпен айтсақ әрине қабыл болады, бірақ пайғамбарлардың орындайтын бір амалы бар екен. Пайғамбарлар жасайтын бір амалы бар екен. Ол нендей амал? Ол хадистерде жалпы келетін бойынша дінімізде айтылады екен. Осы кешірім
қабыл болатын бір уақыт бар екен. Ол не, қай уақыт, кім біледі? Ол түннің 1/3 бөлігі, яғни тахаджудта. Тахаджудта кешірім өте қатты қабыл болады екен. Білесіздер ма? Мен сіздерге осы бір нәрсені айтамын. Мен өзім фалях кілтім бар. Білесіздер, мен БД жасаймын әрқашан. Уже 1 жылдан бері близкие друзья деген жаңадан өзім өмірімде бір форматта проект бастадым. Осындай рухани адамның жүрегіне пайда беретін, жүрегін жұмсартатын, Аллахмен байланысын арттыратын, жалпы барлық тақырыпта, ризық несібе, табыс табу сияқты бүкіл тақырыпта мен осындай проект жасаймын. Ол жақта қыздарымда өте көптеген результаттар, Аллаға шүкір. Біреу аяқ астынан үй алды, біреулері көлік алады, біреу сондай күтпеген өте керемет жағдайлар болады да. Оның барлығы осындай бір Аллахқа жақындаудан. Ол дүние қуу мақсатында емес, жоқ, олар шынымен де ол амалдар жасайды, күтпеген жерден Аллах береді. Егер де сіздерге осы БД форматы, осы проект фалях кілті қызық болатын болса, жақын арада мен оған доступты ашатын боламын. Жазылсаңыздар болады. Егер доступ болмайтын болса, келесі потоктарға жазылсаңыздар болады. Қаншама қыздардың өмірінде расында өте кереметтенді результаттар болды. Аллахтан, барлығы Аллахтан. Мен отзывтармен бөлісетін боламын. Парақшамды да қарап жүріңіздер, себебі бір тосын сый дайындап жатырмын. Және сол қыздарға әрдайым айтамын да, қыздарым, менің құрбыларым, білесіздер ма? Осы бір амалдарда жалпы кешірім сұрау, жаңа тағы да дұға ету деген сияқты ше, Аллахтан тек қана осыны алғым келеді, маған берші деген форматта ғана емес, құлшылыққа құлшылық ретінде қарайықшы деймін да. Құлшылыққа құлшылық ретінде қараған сәтте, Аллах кешірім сұра деді, бізге бұйырды, біз сол үшін кешірім сұраймыз. Біз жаңағыдай машина, көлік, үй алу үшін емес, тұрсын қалауыңыздың бір шетінде. Аллах и так та біледі сіздің не қалайтыныңызды. Бірақ сіз Аллах маған кешірім сұрауды бұйырды, және ол мен оны орындаймын деген сізде сол бір ниет болатын болса, және сол мақсатта құлшылық ретінде қарайтын болсаңыз, сіз күтпеген, сіз сұрамаған ризықты Аллах өзі ақ береді. Мен сіздерге соны өз өмірімден болғаннан кейін айтып жатырмын да. Гарантия демей қойын, ешкім емеспін гарантия беретін, бірақ өз өмірімде әрқашан солай болады. Дәл осы истихфарды қолға алған адамдардың өміріндегі результаттарды мен айтып жеткізе алмаймын. Мен жай ғана тілбен айтып жеткізе алмаймын, өйткені өзім жобамдағы қыздардан білемін да, оның барлығын. Және психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, жаңа рухани айттық, дін бойынша айттық, енді психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, білесіздер ма? Көп адамдар болады, скованность дейді ғой, орысша айтқан кезде, скованность, яғни қысылып қалған, бүйтіп қысылып қалған адамдар болады да, қысылып жүреді да. Ол барлығы неден? Өйткені ол психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, ол адам өзін кінәлі сезінеді да. Чувство вины. Ол адамның алдында чувство вины болуы мүмкін, ол Құдайдың алдында чувство вины болуы мүмкін, тағысын тағы, ол шексіз кете береді, бұл тақырып. Ал осы истихфарды қолға алған кезде, Аллахтан кешірім сұрап қолға алған кезде, ол адамда үміт пайда болады. Жақсылыққа үміт пайда болады. Ол адамның бойы жеңілдейді. Ол адам, баған айтқандай, Аллахқа мойындағаннан кейін, мен осындай күнәм бар, мен кешір дегеннен кейін, ол өзгеріп бастайды. Ол үлкен жеңілдікті сезінеді. Ойлаңызшы, ол қысылу деген болмайды, өйткені Раббысымен байланысы бар да. Ол адамдардың алдында ол кінәлі емес, ол міндетті емес еш нәрсеге. Ол Аллахтың ғана алдында құл, біз құл рөлінде болу керек. Біз Құдайдың алдында ғана әлсіз боламыз. Құдайдың алдында ғана басымызды салбыратамыз. Құдайдың алдында ғана өзімізді құл ретінде сезінеміз. Бір сөзбен айтқанда, ал адамдардың алдында олай қысылудың, өзіңді битудің, өзіңді төмендете берудің қажеті жоқ. Сен адамсың, басыңды көтерде тік жүр. Тақуалық деген басыңды салбыратып жүру емес. Тақуалық деген ол жүректе. Және оны Аллах қана көруші сендегі. Енді сондай бір қателіктер бар екен, жалпы біздің қоғамдағы қателіктер истихфар туралы, ол ең бірінші қорытындылай келе. Истихфарды тек қана үлкен күнә жасайтын адамдар ғана айтады, кешірімді тек сондай адамдар ғана сұрайды деген қате. Себебі пайғамбарлардың өзі өте көп кешірім сұраған. Екінші қате, тек қана тілмен астағфируллах деп айту, тілмен ғана кешірім сұрау. Егер сен ойың басқа жақта болып астағфируллах деп тілін ғана айта беретін болса, одан кейін ол күнәні сен тастау туралы ойламайтын болсаң, сен ол күнәні жалғастыра бересің, астағфируллах деп қоясың, жалғастырасың, ол да қате. Сен өз-өзіңмен бетпе-бет шынайы келді, айт өзіңе. Мен бұны жасағым келмейді, мен бұны тастағым келеді. Аллахым де, Аллахым, мені
нәпсімен жалғыз қалдырма деген дұға бар ғой, дәл сол сияқты Аллахым, мен өзімнің нәпсіммен өзім қиналып жатырмын. Аллахым, маған осы бір күнәні тастауды көмектесші, осы күнәдан айырылуыма, осыны тезірек тастап кетуіме маған көмегіңді берші, маған жеңілдік берші деп сұра, егер саған күнәні тастау қиын болатын болса. Үшінші нәрсе, ол дегеніміз белгілі бір сандармен ғана байланыстыру. На 1000 рет айтсаң ғана ол қабыл болады, 1000 рет айтпасаң қабыл болмайды деген сияқты. Ол слишком магияға айналдырудың оны қажеті жоқ. Ол жүрекпен, шын ықыласпен шығу керек. Және тағы бір нәрсе, дүние үшін ғана истиғфарды қолдану. Сізге байлық та, ризық та, басқасы да ол онсыз да келеді, сіздер түсініңіздерші. Ол келеді, бірақ тек дүние алу үшін, Құдайдан тек бір нәрсе алу үшін ғана құлшылық етпейікші деген бір өте маңызды нәрсе бар. Бір нәрсе сұрау үшін ғана құлшылық жасамайықшы деймін, құлшылық ретінде қабылда, одан кейін сұрайтынды сұра. Бұл жерде жер мен көктей, бұл жердегі мәселе. Осындай нәрсе бар. Енді осы уақытқа дейін жасаған әрбір амалдарыңыз үшін Аллахтан кешірім сұрайсыз. Адам баласы қаншалықты ішіп жеуге, қаншалықты тамаққа мұқтаж болатын болса, біздің жанымыз, біздің рухымыз, біздің жүрегіміз соншалықты Аллахтан кешірім сұрауға өте мұқтаж. Өте мұқтаж біз біздің кешірім сұрауымызға Аллах мұқтаж емес, оған керек емес. Аллахқа қажеті қанша? Керісінше біз мұқтажбыз, достар. Естіңіздерші. Біз мұқтажбыз, Аллахқа мойынсынуға мұқтажбыз, одан сұрауға мұқтажбыз, оның алдына әлсіреп баруға мұқтажбыз, біз оның алдында әлсіз болуға және кешірім сұрауға біз мұқтажбыз. Истиғфарға мұқтаж біздер. Мал мүлкіңнің көбейгенін қаласаң, дүниеңнің берекесінің артқанын қаласаң, осы өміріңе де ақыретіңе де жақсылықтар, игіліктер болғанын қаласаң, жалпы жақсылық өміріңе келсінші деген қаласаң, сынақтан аман есен жеңіл өткеніңді қаласаң, Аллахтан тек қана кешірім сұрай бер. Сұрай бер. Жеңілдікті сезінбейінше. Және тағы бір ең соңында мына нәрсені айта салайын. Бір ғалымдардан сұраған екен да, бұрын шәкірттері. Шамамен енді былай елестетейікші көзге да. Ұстаз деген екен да, мен жаңағыдай истиғфарды көбірек айтайын ба, әлде зікірді көбірек айтайын ба деген сияқты. Сонда ұстазы жауап бергенде, зікір деген ол таза киімге әтір сепкен сияқты дейді. Ал истиғфар кір киімді жуғанмен тең дейді. Қандай әдемісіз. Кір киім ол тазарынуға мұқтаж ғой. Дәл сол сияқты адам күнәсінен тазарынуға мұқтаж. Біздің бойымыз кір-кір сияқты да. Ал зікірді сол тазарынғаннан кейінгі істелінетін этап сияқты дейді. Өзің сезімдеріңе байланысты дейді. Бір жеңілдік бойыңда бар болса, онда зікірді жалғастырасың деген сияқты. Енді бұл нақты істеу керек деген ұғым емес, мен сіздерге жалпылама бір видение болсыншы, бір елестетіп көріңіздерші. Біз өзіміз кір-кір болып тұрмыз, соны бірінші тазартуымыз керек қой деп айтқым келіп тұр да. Ол бүкіл кірді бірінші тазартамыз. Бойымыздағы жеңілдікті кішкене болса да сезініп бастауымыз керек. Ол жеңілдікті сіз истиғфардан кейін ғана, тәубеден кейін ғана сезіне аласыз. Және мына маңызды нәрсе, сіз бұрын жасаған күнәларыңыздың жауабы алдыңыздан шыққанын қаламасаңыз, болашақ уақытта, немесе өзіңіздің жақындарыңыздың алдынан шыққанын қаламасаңыз, қазір истиғфар етіңіз. Қазірден бастап. Сонда пәлекетті, сіздің өміріңізге келе жатқан жамандықты, зұлымдықты осы бір ғана амал, Аллахтан кешірім сұраумен ғана не істейсіз, тежей аласыз. Және дұғаларыңыздың да жылдам қабыл болуына әсер етеді.
мен максимум жеңіл түрде маңызды ақпараттарды осылай жеткізуге сіздерге тырыстым. Пайдалы болатын болса міндетті түрде жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Осы роликті көрсін, өздеріңіздің инстаграм парақшаларыңызға бөлсеңіздер де мен өте қуанышты боламын. Және комментарийға міндетті түрде өздеріңіздің өмірлеріңізде болған жағдайларды жазсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бұндай пайдалы ақпараттар әлі де ала қалса көбірек болады. Ең бастысы қазір кішкене болса да ой салсам, мен үшін мақсат осы болды. Баршаңызға келесі роликке дейін деп қоштасамын.